Маған тек оқитын кітаптарын салыңдар, босқа толтыра бермей, қатты шаршадым. Біз ең бірінші ChatGPT-ға кіреміз де, фото қандай болады, соған промпт жазамыз. Мысалы, мен бежевый сумка, стрессовый, яғни ашулы қабағын түйіп отырсын, қолында бір ақ қағаз, және де ол бос мектеп кабинетінің ішінде отырсын деп, және де 9:16 форматымен Pixar стиліндегі 3D бейнесін жасап бер деп ChatGPT-ға ұсындым. Енді ол бізге дайындап береді, соны сохранить етіп аламыз. Міне видеомыз, яғни фотомыз дайын. Әрмен қарай біз Google-ға кіреміз да, ағылшынша Labs Google Flow деп іздейміз, және де бірінші тұрған Google Labs және көк жазумен тұрған Flow дегенді сайтты ашамыз. Видео по описанию болады, соны видео по образцам дегенге өзгертеміз. Өзгерткеннен кейін астында тұрған сұры плюсты басамыз да, бағана ChatGPT жасаған фотомызды сол жерге қоямыз. Мұнда принимаюды басамыз, загрузитті басамыз, және де фотомызды таңдаймыз. Таңдағаннан кейін кадрировать и сохранить деген жасыл ақ кнопканы басамыз. Қара тілмен жазамыз. Ескертіп қояйын, осы сайт қазақша түсінбейді. Ал егер де сіздің фотоңызға қазақша текст, яғни дыбыс керек болса, онда біз орысша бірінші жазып алып, екі қос нүктені қойып, содан кейін қазақша текстімізді жазамыз. Біз орысша нені жазамыз? Бұл видеода көрсетілген. Яғни сумка дегенде фотода не бар, соны жазасыздар. Мысалы, менің фотомда сумка бар, сондықтан мен сумка говорит на казахском дедім да, екі қос нүктені қойдым, және де қазақша, яғни видеода қандай текст болсын, соны жаздым. Маған тек оқитын кітаптарыңды салыңдар, босқа толтыра бермей, қатты шаршадым деп жаздым. Бұл сумканың сөйлейтін сөзі. Енді анда ақ далее деген кнопканы бас болды, бірге көрейік. Маған тек оқитын кітаптарын салыңдар, босқа толтыра бермей, қатты шаршадым. Осымен бітті. Маған результат өте қатты ұнады. Бәріңізге қош сау болыңыздар.